Ерекше қонақтар Жігер тобы. Біздің жұлдызды қонақтарымыз. Қайырлы таң, жігіттер, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Көргеніңізге қуаныштымыз сіздерді. Төрлетіңіздер. Шын қуаныштымыз. Жігер тобының қайта біріккені біз үшін үлкен тосын сый және жаңалық. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Сәл кешіп келді деп естідік. Не болды? Сәл болғанда әдемі кешіктік. Кептес қатысып шығып қалдық. Жақсы. Оған қарамастан көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, бәрі жақсы болсын. Ең бастысы Жігер тобы қайта бірлесіп, шығармашылығын ары қарай жалғастырады, жандандырады деген жаңалық біз үшін өте жақсы жаңалық болды. Неше жылдан кейін қайта біріктіңіздер? Біз 8-9 жылдай болды. Тамаша. Қандай жаңа әндер жазылып жатыр? Жаңа әндер жазылды, бірақ енді арасында көбінесе қазір сол Жігер тобының кезіндегі өзіміздің халыққа танымал болып қалған әндерді жаңартудамыз. Енді біраз уақыт өткелі бері қазір енді эстраданың бағыты өзгеріп жатыр. Соң кішкене жаңа звуктар, жаңа студия аранжировщиктер көбейіп жатыр. Сондықтан да сол ескі әндерді жаңғыртып шығару ең басты мақсат. Содан кейін арасында енді жаңа әндерді қосып отырамыз. Бейнебаяндарды тарса түсіріп үлгердік. Енді Алла қаласа, аласы енді көре жатарсыздар деп отырмыз. Біз негізі біраз болды қосылып болғанымызға. Карантин болып кетті да. Карантин. Карантин болып кетті. Біз қосылып еді, карантин болып кетті. Одан бері студияға келмедіңіздер ғой, енді бірінші келіп жатқандарыңызда біз ерекше айтып жатырмыз. Енді жаңа әндер дегеннен шығады. Қазір өздеріңіз айтып отырғандай эстраданың бағыты өзгерді. Мүлдем басқа әлем десек те болады. Және жаңа тыңдармандар қосылды, сіздерге. Сол тыңдармандардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін басқа бағытта ән жазу ойда бар ма, жоқ әлде сол алған бағыттарыңыздан жаңылмайсыздар ма, таймайсыздар? Өнерде болғаннан кейін түрлі бағыттарда өзіңе деп сынап көргенімізді дұрыс та оны. Бірақ енді бәрібір де алайда бізде енді сонау кезінде танып қалған Жігердің сол бағыттан қатты өзгеріп кетеміз деп айта алмаймыз. Сол өзіміздің жаңа ғана табиғатымызға келетін, өзіміздің орында беріп қалған әндерді тек қана жаңа ғана айтады ғой, өңдеу ғана қазір заманауи бағытта өңдеп беріп ары қарай жеткізсек жастардың да деп ойлаймыз. Өйткені себебі қазір көп жастар біздің әндерді кавер варианттарында көп орындап жүр, естіп жатырмыз соны. Сол секілді қазіргі жастарында енді кезінде біздің орындап шыққан кезіміздегі жастар олар енді бізді кішкентай кездерінде енді тыңдамаған ғой, олардың енді қарап отырсаңыздар ортаңғы буыннан былай жоғары қарай сондай барлығы білгенмен қазіргі жастар енді сол біздің кезіндегі айтып кеткен әндерді өздерінің бағыттарына салып, өздерінің жаңа нелерін салып орындап жатыр да, жаңартып жатыр. Заманға сай қылып. Соған қуанып жатырмыз бір жағынан. Енді әрине бізді сол уақыттан алыстамауға тырысамыз, өнерден болғаннан кейін барлық буын ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыздар. Жастар дейміз, сіздер де жассыздар ғой. Міне қазір заң өзгеріп жатыр. 35-ке дейінгі еліміздің азаматтары, олар жастар болып саналады. Сондықтан да Жігер десе, негізі екеуің өтіп кетіпсіңдер еді. Онда өтіп кетіппіз онда. Не айтасыздар? Енді мен сіздерді жастарға алмай отырмын. Түріміз айта береді. Көңіл жас болса болды ғой. Иә, негізі Ерік, айтайын ба, Жігер тобы мен үшін ерекше жақын. Себебі мен студент кезімде жаңағы біз түрлі шаралар ұйымдастырамыз ғой, студенттік ұйым болып. Сол кезде жаңағы әншілерді шақырамыз, қайырымдылық концертіне келіңіздерші, көмектесіңіздерші деп. Сол кезде көп топтар бас тартса да, Жігер ешқашан бас тартпайтын, сіздерге алғыс айтам. Сол кезде жастардың жаңағы бастамасын қолдап, үнемі қасымыздан табылып, тегін, су тегін, қазір енді тегін деген дүние жоқ қой. Ол кезде Жігер міндетті түрде келетін, қолдайтын, жаңағы жетімдер үйіне баратынбыз, басқа да шараларға баратынбыз. Сол кез үшін сіздерге рахмет. Және сен менің бақытымсың. Біздің студент күніміздің, оқушылық кездеріміздің бір хиті, әнұраны десек те болады, соны қазір орындап берсеңіздер, гитара тұр студиямызда. Бәрекелді Азаммен бақытымыз екен. Бұл әнге толға импровиз. Бұл әннің өзіне уже келесі жылы құдай қалса 2023-те 20 жыл болады екен. Міне, айттым ғой, Ерік. Біздің заманымыз. 2003-те ең алғаш шыққан. 2003-те туылғандар 20-ға келді ғой. Авторын Егер сені Жігіттің жасында. Сүйіктім деген. Сүйіктім деген,
Студенттік кездерді еске алайық енді. Ұнатып ем жалғыз сені, самалды жел кешінде, саған деген махаббатым бір көргенде келдім мен. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден, күлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірден, күлде жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Тамаша. Сенесіздер ме? Менің құлағымда режиссерский пультта отырған адамдар барлығы бірдей қосылып отыр. Бұл нені білдіреді? Жігер тобының әндері, былайша айтқанда, классикаға айналып бара жатыр дегеннің бір айғағы шығар. Бұл сіздерге комплимент үлкен. Рахмет. Енді топ болып алда қандай жоспарлар бар? Гастрольдік сапарлар басқа қалаларға? Міндетті түрде өйткені гастрольдік сапарлар енді басталып жатыр, болып жатыр. Бізде енді кішкене әндерді жаңартып, халыққа қайта енді оралып жатқаннан кейін әндерді біріне кеңінен таратып алайық, біраз кішкене жаңа әндерімізбен қосып деп бірден гастрольдік сапарға асып отқан жоқпыз енді. Бейнебаяндарды жаңа танытайық, бұрынғы әндерді қайтып халыққа жеткізейік. Содан кейін халықтың өзі сұранысы белгілі бола бастайды. Сол кезде гастрольдік сапарға шығуға болады әрине. Біздің енді үлкен арманымыз осы Алматы қаласына үлкен жігер тобының есеп беру кешін бір өткізсек деген ниет бар. Келесі жылы 20 жыл болады екен, соған 20 жылдыққа орай концерт берсек деген ниетіміз бар. Уақыт қандай жылдам, расында да 20 жылдық егер сіздер концерт жасасаңыздар, менің ойымша келетін көрермендер өте көп болатын сияқты. Себебі жаңа ғана айттым ғой, барлығы бірдей қосылып шырқап жатыр. Жастар да қызығатын сияқты, барып көретін сияқты. Жақсы, шығармашылықтан бөлек қандай жоба жоспарларыңыз бар? Қазір енді заман әр алуан болып кетті ғой. Кәсіпкер болып кетті көп әншілеріміз. Басқа да салаларда өздерін байқап жатыр. Сіздерде бұл салада қандай жаңалықтар бар? Басында кішкене кәсіппен айналысып көрген мен өз басым. Бір 4-5 жылдай. Сонымен қойдық, қайтып өнердеміз. Жақсы, өнерден алыстап кеттіңіздер. Сіздер? Алыстамадық. Сол бағыт қой бәріміздікі де. Енді мына бірақ бар арасында жасап отқан қызметтеріміз бар. Енді ашып айтып кетсем, қазір өзім реклама жасап кетемін деп отырмын. Айта беріңіз. Енді бізде асырым болсын. Бізде мына енді қанша не болса да мен біраз кішкене саудада болдым. Соңын ол жақта енді қазір енді жұбайым алып кетті. Олар қарай өз қызметін өзі жасап жатыр. Не сатып, қай жерде сатып отқан реклама жасамақ қойын, бірақ үйде отқан шығар. Айтсай деп. Сондықтан да енді өнерге келгеннен кішкене көбірек уақытты былай қарай бөлдім да. Біраз Харго деген компания бар сол жерде. Не болса жаңағы Қытай еліне қазір қаншама карантин болып көп екі ортада сауда саттық тоқтап қалғанмен біз соны жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Соны ақырындап сондықтан да әуежаймен болсын, темір жолмен болсын, қандай жолдармен болмасын, кез келген сояқтағы жаңағы бізге Қазақстанда керек заттардың бәрін тасымалдап жатырмыз. Бұл кісіден халықаралық бизнес енді бұл кісі. Өте жақсы. Данияр, өзіңізші? Енді біз жалпы өнерден енді ары-бері дөңгелеп жүрген кішігірім кәсібіміз бар. Өзіміздің кішкене басшылық ететініміз бар. Бұл кісі бізде таң азаннан тұрып бүткіл охраналар тексереді. Начальник охранасы бар. Түрінде қараса ешкім бүйтіп ойламайтын шығар. Үндемей елдің бәрі ұйықтап жатқан кезде барып тексеріп қайтатын бір ауыр жұмысы бар. Біз сияқты екен ғой, бізде ерге екеуміз елдің бәрі ұйықтап жатқанда келе жатамыз жұмысқа. Жақсы, кәсіптеріңіз нәсіпті болсын дейміз. Енді сәлден кейін біз жарнамадан кейін 31 арнаның барша көрермендеріне тосын сый ретінде сіздерден ұйқашар жаңағы ән сұраймыз. Оның алдында жарнамаға кетпес бұрын сүйікті мән орындасақ. Сүйікті мәнін сұрап жатқан көрермендердің қатары көп екен. Неше орындап жүресіздер ме? Ондай болса, біз жаңа ғана таңғы сіздердің эфирлеріңізге репертуарымызда бір жаңа әнімізді алып келіп, бірақ жаңа қайырма жарнамадан кейін гитарамен бір орындап бірге алып, олай болса кетті. Ал екінші ностальгия кетті.
менің өмірде сезбесе де сен жанымда жүрмесең. Бәрекелді. Керемет, тамаша. Бізде жарнама, кейін Жігер тобының жаңа әнін тыңдаймыз. Құрметті көрермен, алыстамаңыздар. Сарқылғандай төзімім сарқылғандай, қарағанда қарақат қалпың қандай. Менде сезім бақыт па, балалық па, ай ұмтылып аспанға талпынғандай. Ғашықпын ғой білмейсің бе. Бар тірлікті тәрк етіп ұлақтырып, сен іздеймін дамылсыз құлап тұрып, күліп тұрып сүйем деп мұны жар саламын сүйем деп жылап тұрып. Ақ беріште сен дағы біздейсің бе, бақытыңды жерден кеп іздейсің бе. Құдайым ай қалайша саған ғашықпын ғой білмейсің бе. Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға Жігер тобының орындауындағы Ақ періште әнін тарту еттік. Бұл бізде тұсаукесер. Жігер тобына тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Көп рахмет. Бүгін жастық шағымызды еске салып, ностальгиялық көңіл күй сыйладыңыздар. Алғыс айтамыз. Керемет, көп рахмет сіздерге келгендеріңізге. Құрметті көрермен, Баян екеуміздің бір апталық жұмысымыз осымен тәмам. Бүгінгі күннің жақсылығы мол болсын. Алдағы 2 күндік демалыс сәтті өтсін. Келесі аптада Аня мен Бақтияр әр таңда сіздерге позитив сыйлайды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар.